Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін көптен күткен аңшылыққа келдік. Қырғауылға ашылғанда қанша болды? Қол тимей кетті жұмыстан, шаруа. Сол бүгін аламандығын беріп қырғауылға келдік аңшылыққа. Не кездеседі бәрін атамыз ғой. Үйрекке де бәріне бар. Елік те бар. Қоян кездесіп жататын болса, қоян қуамыз. Қоянға да 15 күн бұрын ерте ашылады тазылармен. Сондықтан қоянды аулауға болады. Мына жерде Нүрекең келатыр. Тамаққа тойып алдық жаңа келіп. Шамалы кішігірім таңғы ас ішіп алдық. Қазір енді күндізге тамақ аулау керек шамалы. Қырғауыл ма, тазылар бір қоян ұстаса жақсы болатын еді. Шашик жасайды. Айта бер. Саған қарай фазан кетті. Қалыңның ішімен бе? Ана жерде отырсың ба деймін. Жоқ, алға қарай жүріп кеттім саған қарай. Не істейін? Жаңағы жаққа қарай барайын ба? Сыртпен келе жатырмын ғой. Сол маған қарай жүрші. Қалыңның ішінде мен жаңа алаңқайда сен отырдың, содан кейін маған қарай бір қалың тұрды, соның ортасына кіріп кетті. Жақсы. Ана жерден біреу ұшты. Ол емес шығар, иә? Ұрғашты жаңа анадан былай қарай ұшты. Жүгіріп өтіп кетуі мүмкін ол. Алдан мен жүгірден қашты. Екінші жүгіріп баратын, әтеш жүгіріп баратыр. Ох! Бисмилля Аллаху. Әкел, молодец, әкел. Әкел, көкөрлан әкел, молодец. Ай, молодец. Бисмилля. Мына мынандай үлкен екен. Аналарды көрдің ба? Бірінші оның алдында ағы жүгіріп өтті. Екеуміз екі жақтан барайық ақырын. Бүгін аш қалмаймыз, Алла қаласа. Ай, молодец, көкөрлан. Алып шықты қалың ішінен сыртқа.
Ақтақ көттіге шығандық. Ал. Нерсе? Шошқамап. Ағын жерде ма? Иә. Отырлатыпты. Ай, молодец! Орында қалды ғой. Красавчиксің, молодец. Алыстаума дебем саған. Әтеш. Міне мерген деген. Әтеш. Мықтаттың, ырза болдым. Кәні? Әдемі деймі? Красавчик. Күшті, ә? Тамаша. Не, пұттыра 8-дікпен атты ғой. 8-дік. Кейбірлер айтады ғой, 3-дікпен алған айтты. Міне, нәрде жаң. 50 метрдей болады ғой. 50 метрден 8-бен құлатты. Бірақ оқ. Мықты. Қашқанда жоқ. Жараланғанда жоқ, орында қалды ғой. Ал. 2 қырғауыл бар. Бастамас жаман емес. Енан. Не істейді? Инде істеріңіз. Әдем болып түсінді. Найда оған дұрыс болды. Кәні. О, тамаша болып тұр. Әзді қарасай. Нағаршы. Шошқа ғой? Тияғын көрдің бе? Жұмып түскен, е? Мына қараңыздар. Шошқаны жағы. Мынау енді масқара ғой мынау. Қараңыздар мынау. Суырып алайық. Мә саған. Анау мен кеп сүзген кезде адам өлтіреді ғой. Міне мына шошқаны қопарып тастағандары. Міне шошқаның тезегі қандай үлкен болады. Давай.
Көрдіңіздер ма, тамаша шығарады көкорлан. Осымен нешінші рет мықты шығарып берді. Ай, молодец көкорлан. Керемет, негізі тазда түсінеді, көрдіңіздер ма? Қырғауылға шыға-шыға бұл да түсініп алды. Осымен өткенде де үстіп шығарып берген тұғын, ол уақыттарда мен елікке кеп жүрдім. Қырғауыл атқан жоқпын. Бірақ қырғауылдарды осылай көп шығарып берген тұғын. Жаңа да көрдіңіздер ғой, мына жерден иіс алды. Мен ақырын артынан еріп келе жатырмын. Мына бір жерден шықты, бірақ мен жүгіріп үлгермедім. Мына талдың артында қақпайдым. Мен жерде болғам. Әрі қарай ішіп үлгерді. Ай, молодец. Аңшылығымызды бастап екі қырғауыл алып қуанып қабек. Одан кейін кездеспей қойды. Бір-екі рет кездесті, енді атуға мүмкіндік болмады. Сонымен ала алмадық. Сол шамалы шайпай қойып, тамақ істеп, тамақ ішіп аламыз. Үлгерсек шамалы шығамыз, үлгермесек тамақ ішіп үйге қайтамыз. Қырғауымыздың жүнін жұлып тазалап тастайық. Нұри, қыс жастық келе жоқ па? Қыс жастық. Қалып қойған жүндер бір-біріне адамдар қонақ екен ай арман-ай өтеді дүние оу жалған-ай Қырмызыдай құлпырған қайран
Тапперварым сындырып алып келіпсің мені деп. Тапперварыма қандай не екен. Чек біткенде кереміз өзі. Ашап баяғына. Міне мынандай қып мариновать етіп қойдық. 2 қырғауылды алған осы 2 бұйырғаны. Мынау жансын. Сосын ақырын бұрамыз. Тамақты. Біраздан бері видео шыққан жоқ дұрыстап. Негізі аңшылыққа шығып жатырмын. Бірақ аң алмайсың, нетпейсің, содан кейін аң алмағаннан кейін жайын-жай видеода сала бергім келмейді, көбісі ренжиді. Еш нәрсе алмаған болсаң, несіне салдың деген сияқты жұрттың уақытын алып. Сондықтан бүгін 2 қырғауылды алып, бұйырғаны осыны шашлык қылып қазір тамаша қылып. Айбек, өзің сыйлаған нең енді ғана қолданып отырмын. Былтыр қыстан бері. Мынау шампурда, мангалда өзінде дейсің ғой. Бисмилля. Ой, бұл мынау өлді ғой. Мынау шамал дала қараңғы батып қалды, фонарик жағып пісіп қалды. Сұмдық болайын деп тұр мынау енді. Сойқан болайын деп тұр ғой. Арандайға қойтамыз ғой. Қалай ұрамыз? Ал, бисмилля. Бисмилля. Бүгінгі қырғауылға аңшылығымыз құтты болсын. Осы енді. Қалай болыпты? Қалай деп айтпағанын дейді. Неге? Енді маған тәтті нәрсе, жұртқа тәтті нәрсе, тәтті емес пе деген сияқты. Ал, бисмилля. Әдемі болып тұр. Осы ма? Қандай? Да, қалай айтып түсіндірермін. Короче, тема. Бисмилля. Мариновка.
Бізге тауы қояды. Кәдімгі. Бас етқанда. Тауан тауы ғой. Туы тауық бір кіші. Цыпленок сияқты оны мысалы. Балапан ша. Иә. Шілді осындай болады. Шілді суды тәтті болады. Бірақ кішірек болады. Қалай болады? Қалай болады? Қажет қыз. Қажет көрмеді. Азылған ба? Сол, осымен бүгінгі демалыс болды, аңшылық. Тамаша, кімге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум.